shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. Так, я тут закончил ТГ жүргіздім. ТГ жүргізіп қойып, еще көз орнынан биологиядан, натурасадан химиядан, МС-дан, 10 сұрақтық. Так, сосын, енді қазір НТ қарамасам химиядан. Қайсыда? В общем, я үйге кітап оқиын деп отырмын. Осылай. Менде қазір жарты сағаттан кейін, то есть бізде 3-те 10 қалғанда, бізде ана басталады МС-дан қорытынды тест, таяқтан кейін біреуінен болу керек. Соған дайындалу емес, соған тапсыру керек болады. Сол, и плюс шүкір, что бізде осы бүгін ссылочный жоқ, поэтому шанс бар. Еще МС-дан жасау керек, и жұмыс жасау керек. Қазір кітап оқысам, или же МС-дан и жұмыс орындасам. И жұмыс орындасам жақсы, и же кітап видеосы қарасам қарасам. Ойланып қалдым. Мен бір параграф оқиын кітапты, сосын бір видеосы оқып па, или демалам ба, білмей тұрмын. Өзім енді үйреніп отырмын жалпы мектептен. В общем, мен аны бітірдім. То есть қорытынды тестті. Соны бітіріп МС-дан, тарихтан кейін, кешірім сұраймын. Соны бітіріп, енді мен МС-дан анализөнетім, үйреніп жазанетім ВПС-дің. План бойынша көп нәрсе болған еді. Шыны қықты үйреніп қалдым. Қазір сағат 5 отыр, 5:30, почти 5:30 бойын отыр. Оған дейін үйрен деп отыр. Ал осы шарға дейін бәріне кейін. Және оразы тұтқан адамдарға қабыл болсындар. И міне фокус қойсай, брат. Осы жұмыста отырым керек, 25 сұрақтап, бізде ВПС осылай бітіріп, содан кейін ВПС-тің бір кітап оқиын ба, бәнесім әйтеуір. В общем, жалпы план осылай болды. Мен қазір үй жұмыс орындап бітірдім уже почти. Менде ровно 1-2 тапсырма қалды. Сол 2 тапсырма орындап болғаннан кейін мен қазір кітап оқу планда, но бірақ та мен шыны керек қазір эфир түсіргім келмейді. Шыны керек, бірақ та түсіру керек болады қазір. Осындай микрофон бар, бұйырса шығады, видео, микрофондар туралы, съемка туралы, оны күтіңдер. Солай, жалпылама қазір үй жұмыс осылай болады. Жалпылам, ВПС-де осындай үй жұмыстерінде, 25 үй жұмыс, премиумда, вроде бәріне солай емес екен, осылай әйтеуір. Если не ошибаюсь, что VIP-тарда 30 үй жұмыс, бізде 25 үй жұмыс, стандартта 20 үй жұмыс. Да, вот так. В общем, достар, мен ешбір настраивать ететін, и қазір слайд жасайын деп айтым жағынан Telegram каналға жіберу үшін. Telegram-ға тіркеліңдер, достар, Telegram каналға мен почти каждый день слайдтардың ОБТ байланысты темалар, бұйырса жақында марафон болады, химия бойынша, биорганика бойынша. Сендерді күтемін әрине, мен осылай видеолар түсіріп тұрып отырсам, бәрінше айтпашы эфирға жиі тұрып тұрмын, осындай кітап қолдау. В общем, вот так происходит все. Осылай открываем я пусток баз. Так, теперь 100% бітірдім оның бәрін. Енді бітті. Осылай тыңдап отыр едім. Полностью бітті. Осылай. Слайд. Еще Телеграмға өтіп кетіңдер. Телеграмда осындай слайдтар жетеді. Так, достар, біз влогты осы жерде 2 сағат почти оқыдық, жасадық. И нәрде адамда кірді бар айтып кеткен. Мен влогқа түсіретін достар. Сәлем. Қалайсыңдар? Толығымен біз
биология, молекулалық биология 10-інші класстың толығымен бітірдік. 71 бетті бітірдік. 5-ші беттен бастап 71-ші бетті бітірдік. Сонда біз неше? Біршама бетті бітіп тастадық, иә? Керемет. Менің ойымша это керемет. 75-ші бетке келмекші. 70 бетті бітіп тастадық. Это прям уровень, достар. В принципе, осылай вот жалпы одновременно мен основной эфирлерім просмотр жалпы 200 үстіне болады, жалпы максимально 13 сондай зрители болады, сообщение осындай болады, подписчик 1 осындай болады, солай болады, лайк солай болады. Примерно осылай болады всегда. И честно, по идее идет нормально. Өйткені бұрында мен жалпы стримдарына максимум атты дело 20 адам кіретін. Есінде бар еще осы неше жақында ғана болды. Қазір уже поднялось это все. Шүкір, и качество да өсті. Микрофон бар, достар, микрофон как минимум. Дауыстарында фонарик бар, фонарик. Ойбай. Әр жерде вообще осындай свет бар, лампа бар, соған байланысты осылай жұмыс істей беремін. Айтпақшы, естелік там. Бәрі кеткен жоқ па не? Ё-моё, күтіп өтсем. Аны уже жіберіп жатырмын жалпы. Осындай база бар, база жасап қойдым, соны жіберіп жатырмын. И осыны жібердім. Осылай достар. Так, сонымен достар, біздің влогымыз осымен тамам. Осымен тамам болып қалды да уже. Қысқаша бір күндік менің күнім болған еді. Қалай өтетінін, конечно, 100% бұрынғыша продуктивно емес шығар, но бірақ та все-таки қандай да бір сақталды бәне, иә? Алдыңғы аптада осы премиум өттім. Премиум жалпы стандарт, конечно, VIP емес, но все-таки шүкір, осығанда да жалпы осылайша мен сендерге бір күнді көрсетем премиум демей ақ қояйын, VPS-тің өмірін. Осылайша кейбір адамдар сұрап жатады, қандай екенін мен солай істедім. VPS туралы мен жалпы видео түсіре аламын екен ғой деп сөйтіп түсіре салдым, да? Жалпы сендерге ұнады деп үміттенемін. Лайк пен подписка жасап, Телеграм мен Инстаграм подписка жасап жүріңдер, достар. Олсыз болмайды, иә. Бұйырса жақында менде марафон болады, химиядан байланысты, соған да кіру үшін сұраймын. Менің квиздер жинақ қойылды уже, квиздер, как минимум квиздер үшін. И биорганика байланысты бағана көкен базалар бар оның ішінде, өзім органиканың базалары жетеді, салып қоямын айтпақшы. И плюс квизис по биологии, достар, биологияны тоже квиздер болады, содан байланысты тоже кіріңдер, иә. Сол және де VPS-те жалпы айтсам, қараңдар, VPS-те былай жүреді, жүйесі. В принципе, сен 2 апта беріледі да, тақырып бізде бір аптаның тақырыбы типа созылады немного былай. Қараңдар, бір аптаның ішінде мен мысалы басталып отырып химия MC бастадық. Химия, биология MC. Биология MC-мен бастадық. Биология MC бастағанда бізде неше? Бізде 4 аптаның, то есть бір айдың в принципе өтетін затымызды біз бір сөзбен бір аптада ішінде бітіріп тастадық қой. Осы скоростьта. И плюс сол бізде тек қана бір анау емес, 9-шы сыныпқа дейін емес, как мы учили в Genius, да? Біз 7-ші сыныптан бастап 11-ші сыныпқа дейін қайталап отыр. По мне это супер, супер по мне. И бізде видео сабақ қарау обязательно емес, кстати. Кейбір адамдар видео сабаққа қарау керек пе, қарамау керек пе, мен сұрап отыр. Не обязательно. Если, конечно, қиыншылық қайта алмаса. Мен ойымша 11 мен 10-ды қарау керексің. 11 мен 10 қиын тақырыптарға байланысты түсіне алу үшін, и бізде оқулықпен жұмыс обязательно. Оқулықпен жұмыс, это сен оқы алмай қалма, оқуға керексің. И соған байланысты жатталады, шыны керек. Базадан гөрі оқу бар бірінші. И все. Сонымен сол достар. Химия, сол банағыдай химия, тарих, кейс аптабады, ол да үстіне оқылады. Соған байланысты сөйтіп шақырамын. Бізде нұсқа тапсырма, 2 нұсқа тапсырма беріледі. Химия бойынша, MC бойынша, биология бойынша 1 нұсқа тапсырма, және тақырыпты 1 тапсырма нұсқа беріледі. Сол осылай беріледі бәрі. Кратция сөйтіп сендер жібердім. Надеюсь, сендерге ұнады деп ойлаймын. Солай болса, тамам. Жақсы достар, сендерге ұнады деп ойлаймын. Пока-пока.